Сәуір жаңбырының пайдасы. Жыланның уы, балықтың інжуі, тіпті бал арасының балы да осы жаңбыр суынан пайда болады. Сәуір жаңбыры қиыншылықтарда кеңшілік, дерттерге дауа, ауруларға шипа су. Сулардың ішіндегі ең таза су сәуір жаңбыры. Сәуір жаңбырымен ұйытылған айран жақсы болады. Сәуір жаңбырында суланған киім шірімейді, шаштар төгілмейді. Әсіресе оқылған сәуір жаңбыры Алланың рұқсатымен қояншық ауруына шипа болады. Психологиялық ауруларға дауа, тән ауруларына қарсы көп пайдалы ем. Тіпті баласы болмай жүргендер ішсе, Алланың рұқсатымен балалы болады деп айтылған. Маңызды ескерту. Сәуір жаңбырын алу тәсілі ыдыс биік жерге қойылады. Жаңбыр тіке ыдысқа түсуі керек. Жылғадан аққан су жарамайды. Қазіргі уақытта ауа лас болғандықтан алғашқы жаңбырды емес, екінші немесе үшінші жауған жаңбырды алған жөн. Ауадағы ластық тазаланған болу керек. Сосын суды алған соң сүзіп алып қолданады. Әр жылы сәуір айының 17-сі Алла тарапынан ағаштар мен шөптерге тұқымдар